Баршаңызға сәлем. Бүгін Капитан Марвел туралы фильмді және кейіпкердің хронологиясын айтып шығатын боламын. Ал олай болса, ғажап лайктарыңды баса беріңдер. Gaz Voice сайрайды. Кэрол Денверс дейтін кейіпкер болады. Ол 1900 білмеймінші жылы, былай айтқанда, кішкентай кезінде күштілікке құмар болып, қатарындағы ер балалардан сөгіс пен мазақ сөздер естіп, Питер Паркеризациялық сүмелектіктің құрбаны болған екен. Сонысына қарамастан Кэрол орнынан тұрып, кейін феминистика пәнінен сабақ беріп кеткен десең, ойнап айтам. 1989 жылы Кэрол Денверс ақш әуе әскери күштерінің қатарына қосылып, ұшқыш болып жүрген шағында еркектерді бірге жамандайтын Мария Рамбо дейтін құрбы тауып алады. Ал сол сәтте әуеге үңілетін болсақ, крилықтар мен скрулдар арасында жүздеген жылдар бойы соғыс өрті өшпей келеді. Сондықтан Марвел есімді Кри нәсілінен шыққан ғалым жерге қашып келіп, тессерактты пайдаланып, жарық жылдамдығынан да асып түсетін қозғалтқыш жасап, скрулдарды ғаламның басқа да төрлеріне қашырып, оларға пана тауып бермекші болып, Праг атты жоба құрады. Сөйтіп Марвел жерде жүргенде, Венди Лоусон атын жамылып, Кэрол Денверс пен Мария Рамбоның ұшқыштық қабілеттерін пайдаланады. Сол кездерде тессеракт Марвелдің орбитада орналасқан зертханасында сақталып жатады. Күндердің бірінде Венди Лоусон пен Кэрол Денверс зертханаға ұшып бара жатқанда, жарт жолдан крилықтар шабуыл жасап, бұлардың қозғалтқыш сақталатын ұшағын төмен қарай құлатады. Осы кезде Венди Лоуз өзінің кри екенін айтып, қозғалтқыш басқа да крилықтардың қолдарына түспеу керек екенін Кэрол Денверске айтып түсіндіреді. Алайда жұлдызды күш әскерінің басшысы Йон-Рок Вендиді өлтіріп үлгереді. Сол сәтте Кэрол қозғалтқышты атып, байқаусызда одан тараған сәулені бойына сіңіріп ұйықтап қалады. Сонда Йон-Рок бүкіл қозғалтқыштың күші Кэрол Денверсте екенін түсініп, оны өзінің Хала планетасына алып келеді. Бұл жақта оған апат барысында жыртылып қалған әскери белгісіне қарап, Зерс деген атау береді. Біле білсек, Кэролдың бойында, былай айтқанда тессеракттың күші бар. Сондықтан оның бойында қасына DC-дағы Флэш пен Суперменді қойып жарыстырсаң, мәреге бірінші келетін қасиет болғандықтан, Кэролдың мойнына сол күшке бөгет келтіретін аппарат орнатып қояды. Зерс өз есін білмейтіндіктен, Йон-Рок оған жоғары сана, былай айтқанда крилықтардың диктаторын тыңдатқызып, осы халық үшін адал қызмет еткізетін болады. Оған қоса, Верске скрулдарды жауыз етіп көрсетеді. Енді Йон-Рок Верстің күшін пайдаланып, скрулдардың бітшін шығармақ ойын жүзеге асырмақшы болып, Верске жаттықтырушы атанып, оны әбден шынықтырады. Кейіннен крилық барлаушы скрулдарға тұтқынға түсіп қалғаны анықталып, барлығы Торфа ғаламшарына аттанады. Скрулдар кез келген нәрсенің, немесе тірі жанның кейпіне келетін метаморф болғандықтан, сол сәтте крилықтар алданып, миссияны тоңғайтып тынады. Соның салдарынан скрулдардың басшысы Талос Версті тұтқынға алады. Кейін скрулдар Верстің санасына еніп, Венди Лоус жайлы мәлімет біліп алып, олардың ұшақтарының хабарлауыштары арқылы С-53 планетасына ұшып бара жатқаны туралы ақпараттан құлағдар болады. Біле білсек, С-53 деп отырғандары, ол біздің жер планетамыз екен. Сөйтіп тұрғанда Верс есін жиып, қасындағылармен төбелесіп, Талостан не болып кетті түсіндірші дейтін сұрағын қояды. Талос сені крилықтар жынды қылған дегенге келтіреді. Верс кімге сенерін білмей тұрғанда, арттан басқа да скрулдар шабуыл жасап, түбінде Верс қапшыққа отырып қашып кетеді де, С-53-тегі Лос-Анджелес қаласына тап болады. Бұл жақта Верс бейне кассеталар дүкенін тесіп кіріп, тағы да өзінің ер адамдарды ұнатпайтын қасиетін дәлелдейді. Артынша Кри әскермен хабарласатын жергілікті құрал іздеп таксистерді қорқытады. Азанда скрулдар оның артынан жерден пайда болып, көрген адамдардың кейпіне еніп, халық арасына сіңісе бастайды. Аулада 95-ші жыл. Верс таксофон тауып алып, ғарыштың белгісіз жерінде самғап жүрген Йон-Рокпен хабарласқаны қалай кетті? Содан Верс бәрін түсіндіріп, өзінің С-53 екенін айтып, олардың құлағын елеңдетеді. Біраздан кейін жерге бір нәрсенің құлап түскеніне құлақ түрген қалқан ұйымының агенттері келе бастайды. Солардың ішінен жаңадан қызметке кіріскен агент Колсонды және осы сәтте дүниені екі көзімен көретін Николас Фьюриді байқаймыз. Олар Версті сұраққа алып, бөлімшеге алып кетпек болып тұрғанда, скрулдардың бірі бұларға шабуыл жасайды. Әрі қарай Верс скрулды, агенттер Верс пен скрулды қуатын қуғын басталып кетеді. Скрулдар метаморф болғандықтан, Верс пойыздың ішін жақсылап тұрып қарауы керек болады. Бір кезде скрулдардың бірі қария кісінің кейпіне енгені байқалып, арада кемпір мен жас қыз дейтін ерекше жекпе-жек орын алады. Мұндай сұмдықты көрген жолаушылар барынша кемпірге жақтасып, қызды тоқтатуға тырысады. Ақырында скрул тағы біреудің түрін жамылып қашып кетеді. Төбелес барысында скрулдың қалтасынан Верстің жадысы сақталған флешка түсіп қалады. Ал мына жақта Фьюриге Колсон хабарласып, әлі де видеокассеталар дүкенінде екенін айтып қалады. Сонда мынау кім болды дей бергенімізде, тағы бір скрул Колсонның денесін жамылып алғаны анықталады. Сөйтіп екеуі төбелес ұйымдастырып, жол апатына түседі. Нәтижесінде скрул өліп мәйітханаға жеткізіледі. Верс әлгі түсіп қалған істен шыққалы тұрған флешканы қолданып, әйтеуір Панчо деген сөзді көріп үлгереді. Одан кейін ғаламторды ақтарып отырып, сол кездің Google-ы, яғни Alta Vista іздеу үшін қолданып, Панчо бары туралы ақпарат біліп алады. Оның үстінде
костюм көп адамдарды өзіне қарата беретіндіктен, Верс манекенді шешіндіріп біреудің мотоциклін айдап, трасса бойын аңыратып ізделінде Панчо барын тауып келеді. Фьюри көлік апаты орын алғанда сол көзін жарақаттап алған байқаған етінбіз. Осы сәттен бастап ол қалқан ұйымының бір көзді директоріне айналады деп айта бергенімше, ол көзін ашып алып Казвойс не айтып отырсың, әлі ерте ғой дегендей болады. Сөйтіп өлген Скрулдың денесін зерттеп, оның өзге ғаламшарлық екенін түсініп алады. Ал осы сәтте Талос қалқан ұйымының бастығы Келлердің бетін жамылып алғаны анықталады. Содан Фьюри қыздың Панчоға аттанғанын біліп, соны іздеп кетеді. Верс бұрын соңды құрбысы екеуі осы барда көңіл көтергенін есіне түсіріп алады. Бір кезде Фьюри кеп қалып, екеуі бір-біріне сенбей, сен Скрулсың, мен Скрулмын дейтін әңгімелерін айтып алған соң, екеуі де Скрул болмай шығып, тұлғаларының шын екені дәлелденеді. Біраздан кейін кейіпкерлер Прах жобасына жол тартады. Ішіне кірген соң, Фьюри Пейджер мен Келлерге өздерінің мекен-жайын хабарлайды. Артынша куәлігін ұстаған күзеттің саусағызы арқылы мәліметтер сақталатын базаға еніп алады. Жолдан Гуся дейтін мысықты кездестіріп қалады. Біле білсек, бұны кезінде Марвел өзімен бірге алып келген екен. Бұны мысық деп ойлап тұрсыңдар ма? Иә саған. Бірақ әңгіме ол жайында емес. Содан кейіпкерлер Венди Лоустың жеке құжаттарын ақтарып жатып, оның Кри нәсілінен шыққанын және Верс өзінің жерден екенін анықтайды. Уақыт өте келе, Келлер келгенін білдіріп, Фьюриді шақырып алады. Верс Йонрокпен хабарласып, жерден екенмін ғой мені дей бергенде, Йонрок оған кезекті өтірігін соғып, барынша Скрулдар қауымын жаман етіп сендіреді. Сол уақытта Фьюри Келлермен бірге лифтте тұрғанда, оның біртүрлі қылықтарын байқап Скрул екенін біліп қояды. Ал Келлер басқа агенттерге Фьюриді сатқан қылып, оны ұстауын бұйырған екен. Бұл жала жабуды естіп алып, Верс Фьюриді құтқаруға кіріседі. Ал Фьюри Келлердің кім екенін біліп, онымен төбелесіп, Скрулдардың күші адамға қарағанда көп екенін түсіне бастайды. Сөйтіп тұрғанда, Верс Фьюриді құтқарып алып қашып кетеді. Бұлар қашып келе жатқанда, алдынан агент Колсон шығып қалып, бұларды көрмегендей түр жасай салады. Фьюри қайтадан агенттерін шақырып қоймас үшін, Верс оның қолынан пейджерін тартып алады. Біраз қуаласпақтардан соң кейіпкерлер ұшаққа отырып қашып кетеді. Оның ішінде Гусяда жүрген болып шығады. Сөйтіп екеуі Мария Рамбоны іздеп Луизиана штатына аттанады. Мына жақта Йонрок Ронан айыптаушыға миссияның есебін беріп отырады. Ронан Скрулдардың қайда екенін сұрайды. Йонрок оны айтпауды шешіп, Ронаннан бұрын жерге қарай бағыт алуын жалғастырады. Біраздан соң Верс аталған жерден табылып, құрбысы Мария Рамбомен көріседі. Ол шай қойып қонақтарды күтіп алумен болады. Верс оған Скрулдар жайлы айтып, ішіне тас түсіп кеткен шайды жылдам қайнатып, өзінің супер күшін көрсетіп, енді осындай болып қалдық дегенге келтіреді. Сөйтіп Верс Мариямен оңашада қалып әңгімелеседі. Мария барынша 6 жыл бұрын оның кім болғанын есіне түсіруге тырысады. Амнезияның кесірінен Верстің есіне ештеңе түспей қояды. Мария онда мә саған деп дәурен шақтарымен ұшқыш болып жүрген кезіндегі суреттерін көрсетеді. Оған қоса белгінің екінші бөлігі осы жерде сақталатыны тағы бар. Бір кезде есікті бір көрші қаға бастайды. Верс оны Талос ретінде көріп, аузына келген доттап тастайды. Сөйтсе Талос өз кейпінде арттарында тұрып, қара жәшіктен тауып алған аудио ойнатқышты естіп көруін өтінеді. Осы сәтте Верс өз бойына қозғалтқыштың сәулесін жұтып, Йонрок оны тірі қару ретінде пайдаланғанын түсінеді. Арасында Талос Гусядан қорқып, оның Флеркин екенін айтып қалады. Сыртқа шыққанда Талос Йонроктың арам екенін айтып түсіндіреді. Сонда Верс өзін біреудің пайдасына жараған зат сезініп, іші күйе бастайды. Талос оған қозғалтқыштың қайнар көзі сақталатын жердің координатын, яғни Марвелдің зертханасын тауып беруін сұрайды. Сол арқылы кемеге жарық жылдамдығынан асып түсетін қозғалтқыш орнатып, қалған Скрулдарды басқа галактикаларға көшіру керектігін айтады. Әйтпесе оларды крилықтар тауып алса, дымын қалдырмай өлтіріп тастайтынын ескертеді. Артынша Талос Верстан жалынып тұрып көмек сұрайды. Верс оған сенбей, бұлар тұрмақ өзін жөнді танымайтынын айта бергенде, Мария шыға келіп, сен Карл Денверссің деп құрбылық жылы лебізін білдіріп, оның бойынан үміт отын тұтандырып береді. Біраздан соң координат орбитада орналасқанын біліп, ұшақтарын дайындай бастайды. Миссияға қорқақтап жатып, әйтеуір Мария да баратын болып шықты. Ал қызы Моника ата-әжесімен қалып, солардың құрт ірімшіктерін жеп үйде отыра беретін болып шешті. Ұшпай тұрып Кэрол костюмын канонға сай етіп бояп алуды жөн көреді. Білесіңдер, көптеген супер қаһармандар, мысалы Өрмекші адам, Капитан Америка, Құмырсқа адам, Дэдпул және тағы басқалары ақштың жалауын ренжітпей, көк қызыл үлгісі бойынша киінетін етін. Енді Кэрол Денверс те солардан қалыспай, костюмын жасыл емес, неон емес, көк қызыл дейтін түстерге келтіріп алады. Одан кейін кейіпкерлер ұшақтарына жайғасып, әлгі жердің орбитасында орналасқан зертхананы табуға аттанады. Сол уақытта жерге Йонрок келіп, Кэрол Денверстің кейпінде жүрген Скрул қалданып, біраз уақыттарын жоғалтып алады. Мына жақта кейіпкерлер Марвел зертханасын тауып келіп, оны көрінетін тәртібіне қосады. Ішіне кірген соң Кэрол Тессерактты қолға түсіріп, оны қорапқа тығып қояды. Одан кейін үстел үстінен буы басылмаған кофені байқайды. Сөйтсе бұл жерде Марвелдің тығып қойған басқа да Скрулдары шыға бастайды. Талос өзінің жақындарымен көрісіп, Кэролға рахметін айтып бола бергенде, крилықтар кеп қалып барлығын тұтқынға алады да, Кэролдың миын тазартпақшы болып, оны жоғары сананың трансына кіргізеді. Жоғары сана негізінен ең жақын адам кейпінде көзге көрінетін болғандықтан, Кэролдың жағдайында ол Венди Лоусон, яғни Марвелдің бейнесінде ұсынылып, біз болмасақ сен жай ғана әлсіз адам болып қалар едің дейтін міндетсіну жырын жырлай бастайды. Кэрол барынша санаға қарсыласып, ақырында мойнындағы реттеуішті жұлып алып,
шіркін ашыла алмай жүрген таланты сыртына шығып, бар өнерін көрсетіп, Тессерактты алып қашып кетеді. Бір кезде Фьюри мен Мария кісеннен босап жаумен күресе бастайды. Кэрол Тессерактты Фьюриге беріп тұрғанда, Гуся аузынан қармалауыштарын шығарып, оны ішіне жұтып алады. Бір қызығы, бұл мысық емес, Флеркен дейтін өте қауіпті өзге ғаламшарлық пырылдауықтардың бірі болып шығады. Ол қалталы кеңістік ашу арқылы өзінен үлкен заттарды жұта алатынымен ерекшеленеді. Әрі қарай Фьюри бұның қабілетіне құнығып, жауларға қарсы қолданумен болады. Алайда Талос крилықтардың кейпін келтіріп алғандықтан, оны танып қойып шабуылдамай қоятын жері де баршылық. Сөйтіп Талос басқа крилықтардың көзін алдап, скрулдарды ұшаққа отырғызып болған соң, қалғандарын атып, өзі ұшаққа отырып ұшып кетеді. Мына жақта Кэрол бар өнерін іске қосып тұрып, жабылған жауды жан-жаққа жайпаумен болады. Байқұс Йонроктың да көзі алданып, Тессерактың қорапта жоқ екенін байқап, қапа болып, Минерваны ұшақтың артынан жұмсап жібереді де, өзі мүйіз шыққанша Кэролмен төбелеседі. Йонрок, саған уақытың жоқ деп капсулаға отырып Тессерактты қолға түсіру ісіне көшеді. Кэрол оған кедергі жасаймын деп есінен танып қалады. Минерва жерге түскенде Мариямен бірге ұшқыштық өнерін сынап алады. Нәтижесінде Мария жартылай өлім тұйығын орындап, алдау әдістерін пайдаланып жатып Минерваны жеңіп алады. Ішіндегілері алақайға басып отырғанда, Йонрок кеп қалып бұлардың қуанышын су сепкендей басады. Алайда Кэрол оған кедергі жасап, оның назарын өзіне аударады. Фьюри мынау шалама не деп таң қалады. Бір кезде аспаннан Ронанның жасақтары келіп, жерге баллистикалық қаруларын жаудыра бастайды. Кэрол олардың бәрін әуеде жарып тастайды. Оны байқаған Ронан Кэролды басқа да дрондармен қоршап алуға тырысады. Бірақ оның бәрі бекер болып, Ронан бірнеше кемелерінен айырылады. Сөйтіп Кэрол Ронанның алдына келіп, кетіңдер деген белгі береді. Ронан бұтынан қоңыр затын тауып, остан ісім сенімен болсын деп, кері жолын іздеп қаша жөнеледі. Әуені тындырып келген Кэрол енді жердегі Йонрокты тізе бүктіруге кіріседі. Көріп отырғанымыздай, Йонроктың тізесі бүгіліп, Кэролдың алдында сүмірейіп қалады. Содан Кэрол оны өз қапшығына отырғызып, соғыс алауын өшіріңдер, әйтпесе өзім барып өшіремін дейтін хабарламасын айтып, Йонрокты Хала планетасына ұшырып жібереді. Мына жақта Фьюри Флеркенмен ойнап отырғанда, оған сол көзін оңдырмай тырнатып алады. Не дегенмен Флеркен жай ғана мысық болмағандықтан, одан күткен жарақат енді оңай бола қоймас деп айтар едім. Кейін дастархан үстінде отырғанда, Кэрол скрулдарға жаңа үй тауып беретінмен уәде етеді. Артынша Кэрол ыдыс-аяқ жуып тұрғанда, әлгі пейджерді жөндеп хабарламасы 3-4 галактикаға жететіндей кереметтендірілген нұсқасын Фьюридің қолына ұстатады. Сол арқылы Фьюри жерге қауіп төнген жағдайда Кэролға хабарласа алады деген әңгіме. Кэрол бәрімен қоштасып алған соң, скрулдарға үй тауып берумен айналысып, бар жылдамдығымен зертхананы жетектеп, галактиканың ана жағына зыта жөнеледі. Кейіннен Фьюри жерге өзге ғаламшарлықтардың шабуылынан соң біраз ойланып, алдағы уақыттардағы жердің қауіпсіздігін ойлау мақсатында қорғаушылар бастамасы деп аталатын жоба құра бастайды. Бірақ Кэролдың суреттерін қарап отырып, ұшақтан кек алушы деген сөзді оқып қалып, қорғаушылардың орнына кек алушыларды қоюды жөн көреді. Осылайша Ник Фьюри Кэрол Денверстің мықтылығына тамсанып, жерден бірқатар қаһармандардың басын қосу мақсатымен кек алушылар командасын құрады. Ал Флеркен Тессерактты құсып тастағандықтан, осы сәттен бастап Фьюри оны дұрыс жерде сақтайтын болады. 2018 жылы Танос құдіретті шертпегін орындағанда Ник Фьюри шаңға айналып кетеді. Бірақ айналмай тұрып, ол пейджермен дабыл қағып, Кэрол Денверсті шақырып үлгереді. Кейін аман қалған кек алушылар пейджерді шұқылап, оның өшіп қалғанын байқайды. Сөйтсе, абоненттің өзі арттан пайда болып, Фьюриді іздеп кеп тұрады. Сонда олар, әуелін бірінші Тони Старкты іздеп тауып қойшы, сосын бәріміз бірге отырып шешеміз. Дей ма, білмеймін, әйтеуір Кэрол Денверс галактиканы кезіп жүріп, Тони Старк пен Небуланы тауып алып, кек алушылар базасын алып келеді. Осы жерде отырып, ол Таныстың жертпегінен Ник Фьюридің шаңға айналып кеткенін түсінеді. Содан Кэрол, мен кеттім, Танысты өлтіріп келем деп оқтала бергенде, кек алушылар, тоқтысай бірге барамыз деп Небуладан оның қайда жасырынып жүргенін біліп алып, барлығы сол отырған планетаға ұшып барады. Танысты өлтіруге бір ғана Кэролдың күші де жарайтынын байқаймыз. Ісін тындырған соң Денверс ғарыштың басқа да қуыстарындағы қауіптердің бетін жойып, жерде жүруге қол тимей жүрумен болады. Оған қоса жаңа шаш үлгісіне қарап, басынан шертіп қоюда үмітпайық. Кейіннен Кэрол Денверс біраз қызықтарды өткізіп, тура концерт басталып, қызығын тауып жатқан жерінен түседі. Яғни Танос қара орденімен жерге шабуылдап, кек алушылармен шайқасқа түсіп жатады. Сол кезде әуеден шырағын шашып тұрып, Капитан Марвел шыға келіп, қара Астраның бітішін жарып, қаһармандардың қатарына қосылып, маған не дайындап қойдыңдар деп өзінің теңін тауып ісіне кіріседі. Алайда Танос күш тасын пайдаланып, оны ұйықтатып қояды. Сондықтан темір адам жауапкершілікті өз қолына ала салады. Әрі қарай ғаламдар түрленіп, кейіпкердің неше түрлі нұсқалары пайда болады. Олар жайлы мына екі видеоны көруге кеңес беремін.